Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге CapCut программасы жайлы айтамын. Ол үшін бірінші CapCut программасына кіреміз. Новый проектімізді өзімізге керекті видеоны таңдаймыз. Мен мына видеоны таңдадым. Бұл CapCut программасын сіздерге көрсетейін деген себебім, бұның функциялары өте көп. Міне бірінші бетіндегі функциялармен қоса изменить дегенді бассақ, одан да көп, тағы да әртүрлі функциялар шығады. Соның бәрімен бүгін сіздермен таныстырамын. Мен негізі иншотпен жасаушы едім, бірақ та мына программаның өте маған қатты ұнады. Ваянмен де жасаймын, бірақ та CapCut өте жақсы маған ұнайды. Бірінші міне звукқа кірейік. Звукқа кірсеңіздер, міне 6 сурет тұр ғой, соның ішінде әртүрлі музыкалар бар. Сол жерден де сіздер өздеріңізге керекті музыкаларды тауып алуларыңызға болады. Әрбіреуінің ішінде бір нәрседен көріп тұрғандарыңыздай бірнешеден музыканың түрі көп. Одан кейін міне қарап өздеріңіз көріп аласыздар, қайсы сіздерге ұнайды, соны әр видеоның үстіне қоя берулеріңізге болады. Достар, менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Подписаться дегеннің қасындағы қоңырауды бассаңыздар, сіздерге жаңа видеодан уведомление келіп тұрады, сіздер жіберіп алмайсыздар. Енді мына рекомендация дегенді бассаңыздар, сіздерге әртүрлі звуковой эффект болады. Монтаж жасағанда шығатын әдемі звуковой эффекттер. Ал извлечь из видео дегенде өзіміздің галереяда болмаса медиатекадағы видеолардың музыкасын алғымыз келсек, осы жерден алып сақтап алуымызға болады. Осы жерде әртүрлі видеоларды әртүрлі монтаж жасаған кезде неше түрлі звуктар қоямыз ғой. Тамақтың звукі болады, болмаса мына печатать етіп отырған звуктар бәрі осы жерден табасыздар. Қараңыздар, іздеңіздер, сол кезде қай жерде не бар екенін көреміз. Извлечено деген өзіміздің тоже видеодан аламыз. Озвучка бар, озвучканы өзіміз айтып осылай дауыс беруімізге болады. Дауыс беріп, өзіміз дауысымызды қоямыз. Енді текстте көргендеріңіздей үстіне жаза аламыз. Ол жазуымызды әртүрлі стильдермен өзгертеміз. Әріптерімізді көргендеріңіздей түсін өзгертуімізге болады. Астына фон жасауымызға болады. Эффекттер беруімізге болады әріптерімізге. Одан кейін мына көріп тұрған сияқты стикер сияқты әртүрлі стикермен жазуға болады. Міне бәрін қарасаңыздар өте көп. Стикерлердің түрі өте көп. Келесі екі жерде бар стикер, бәрінде қарап алаңыздар. Мына жерде бізде YouTube-тың эмблемасымен стикерлер, болмаса сообщение келгендегі сияқты стикерлер бар. Келесі наложение дегеніміз видеоның үстіне видео қою. Наложение видеоның үстіне видеоның үстіне фото қоямыз. Оны қойғаннан кейін кішірейтіп шетіне қоюымызға болады, басқа жеріне қоюымызға болады. Дауысын алып тастауға болады, дауысын қосуына болады. Немесе тек қана фото қоюымызға болады. Келесі біздікі эффекті. Міне қарасаңыздар, эффектінің түрі бар. Мына жоғарыдағы жазулардың каждыйының үстін бассаңыздар, әртүрлі эффекттер шығады. Міне иншотта бұндай эффекттер деген көп емес, өздеріңіз білсеңіздер. Енді мына жерде фильтрларда да әртүрлісі бар. Ашық қылуға болады, сәл қоңырлау, кешкі эффекті беруге болады сондай фильтрлермен. Енді форматта бұл қара көргендеріңізде өздеріңіздің әртүрлі сторисқа, инстаграмға, ютубқа қайда саласыздар, сол форматпен жасайсыздар. Міне ар жағында фон дейді. Фонды өзгерте аласыздар. Фонды қойып, видеоны кішкентай қыласыздар. Ортасына қоюға болады видеоны, фонды. Размытие дейді. Ар жағындағы осы фонның өзін размывать етулер. Размытие дейді. Сондай бұлдыр қылып жасауларыңызға болады. Болмаса осындай однотонный фон жасауларыңызға болады артынан фонды қойып, видеоны кішкентай қылып ортасына қойып қоюға. Енді настройканы бәріміз де білеміз. Ішінде өзіміз келтіреміз. Келесі қарайтынымыз біздің міне изменить дегенге кіреміз. Изменить дегенге кірген кезде скорость бар. Скоростың қарасаңыздар екі түрі тұр. Кәдімгідей скорость, оны өзіміз бір қалыпты етіп жылдамдатып азайта аламыз. Болмаса мынандай кривой скорость дейді. Бір видеоны қимай-ақ әртүрлі қалыпта жасай аламыз.
қарап тұрсаңыздар, міне үстіне шығарсаңыздар, астына жай болады, үстіне шығарсаңыздар тез қимылдайды. Бір видеоны осылай жасауымызға болады. Келесі біздің қарайтын громкостьпен біз өзіміздің видеоның дауысын азайтып, болмаса тіптен алып тастауымызға болады. Енді анимация маған өте қатты ұнайтын функцияларының бірі. Міне вход дейді, видеоны қалай бастаймыз, болмаса выход, видеоны қалай шығарамыз. Сондайдың түрі бар, қарасаңыздар. Әртүрлі әдемілері өте көп. Және бір видеоның бірнеше жерінен қоюға болады. Енді комбо дейді. Комбо деген жерде, мына жерде 3D эффект. Бұл өте маған ұнайтын функцияларының бірі. Өздеріңіз жайлап отырып алып қарасаңыздар, бұл жерде бір видеоға енді өте ұзақ қарауға, өздеріңіз қарап қайсы ұнайтынын видеоларыңызға қоюға болады. Келесісі бізде удаление фона. Фонды удалить еткенде бірінші күтеміз 100% болады. Сол кезде мына артымыздағы фон кетіп қалады да, өзіміз қаламыз. Бұл однотонный болып, артымызда болып жақыннан түсірген фотомыз болғанса, видеомыз, сонда удалить етсек жақсы. Қайтып удаление фонаны бассақ, орнына келеді. Міне енді бізде изменить болғанда, мына кәдімгідей осы жерде де жаңағыдай форматпен өзгертуімізге болады. Болмаса айналдырамыз, астына, төбесіне, оңға, солға деген сияқты. Мына фильтр, жаңағы айтқанымыз, әртүрлі фильтрлер бар, таба аламыз осы жерден. Келесі функциямыз настройка. Настройкаға кіріп, насыщенностьті өзіміз қалай келтіреміз, соны жасауға болады. Енді маска деген көрсеңіздер, мына жерде круг қойсаңыздар, фотоларыңыз круг болып шығады. Сердечко, звездочка. Астына түсіруге болады, бір видеоны бөлуге болады. Киімді ауыстырып түсіретін видеолар бар ғой, осы сондай, осы программамен жасайды. Егерде керек болса, ол видеоны мен түсіремін. Келесі хромакей негізінде жасыл фонда жақсы кетіледі. Жан-жағын кетіріп, керекті жерін ғана қалдыра аламыз. Хромакеймен керекті жасыл фон болса өте жақсы болады. Өзіңіз ғана өзің қаласың. Керекті жерін, керек емес жерін алып тастаймыз хромакеймен. Мына жерде заменить дегенді басып, видеомызды өзгертуімізге болады. Келесі біздің қарайтынымыз звуковой эффект дейді. Бұл өзіміз сөйлеп, одан кейін даусымызға әртүрлі эффект беруімізге болады. Низкий, высокий, сондай грубый дауыстар болады, соны берсеңіздер болады. Солай видеодағы даусымызды өзгертуге болады. Енді мынау копирование, видеомызды, фотомызды жасаймыз. Енді обратный эффект дейді. Обратный эффекті қойған кезде 100%-ке шейін күтеміз. Міне, алға кетіп баратқан адам кері кетеді, артқа кетіп баратқан адам алға жүреді артымен. Осындай әртүрлі эффекттермен, әртүрлі функциялармен сіздер видеоларыңызды әдемі етіп, болмаса монтаж жасай аласыздар. Видеоның ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен.